Мен Жұмай Мерей Ерікұлы 1994 жылы Меркі ауданы Сұрат ауылында дүниеге келдім. Бала кезден өрт сөндіру автокөліктеріне, киім жарақтарына қызығып, арманым өрт сөндіруші болу еді. Өсе келе Тараз қаласында осы салаға негіздеп, қоршаған ортаны қорғау және тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі мамандығын аяқтадым. Кейін 2019 жылдан бері қазіргі күнге дейін осы салада қызмет етіп келемін. Өрт сөндіру жүректілердің мамандығы. Бұл салаға кез келген адам келеді деп ойламаймын. Біздің қызметте өжеттілік, батылдық пен төзімділік қажет. Менің өрт сөндіру қызметін таңдағанымның да себебі сол. Мамандығым өзіме ұнайды. Елге қызмет етуге әрқашан дайынбыз. Біз қандай жағдай болмасын, сақадай сай болуымыз керек. Сол себепті біздер тәулік бойы жаттығамыз. Ғимараттың іші мен сыртында жедел құтқару шараларына үздіксіз дайындаламыз. Одан кейін жетекші офицерлердің дәрістерін тыңдаймыз. Практика мен теорияны ұштастырып, үнемі өрт қауіпсіздік ережелерін сақтаймыз. Кешкі уақытта техникалық құрал-саймандарды тексеріп, әзірлікте ұстап отырамыз. Негізгі бізге жүктелген тәртіп бойынша өрт және авариялық құтқару жұмыстарына хабар түскен уақытта кезекші радиобайланыс ақпаратты өңдеп, жеке құрамды жолдайды. Шақырту орнына тез арада жетіп, өртті және басқа да оқиғаларда оқшаулау жою болып табылады. Егер белгілі бір жерде өрт шыққан жағдайда лаулаған оттың көп аймақты шарпығаны анықталса, бір ғана көлік жетіп барады. Себебі тонналап су тиеген бір көліктің күші жалынның бетін қайтаруға қауқарлы. Үй, қойма, зауыт, тағы да сол сияқты үлкен ғимараттар мен орманды алқаптар өртене бастаса, көптеген көліктер, ерікті өрт сөндіру жасақтары, сонымен қоса өзге де қауіпсіздік техникалары жөнелтіледі. Кей жағдайларда тікұшақтың да көмегіне жүгінетін кездер болады. Біздің сала мамандығымызда тек өрт сөндірумен ғана қоймай, авариялық құтқару жұмыстары. Зілзала, су тасқыны бойынша да біздің қызметкерлер сол салада жұмыс атқарады. Еркін елде өскен ұрпақтың рухы әрдайым биік болуы тиіс деп елбасымыз айтқандай, әр мамандық иесінің рухы биік болып, ел болашағына адал қызмет етсе, онда сол елдің рухы әрқашан мәңгі болмақ. Өйткені біз бір мақсат, бір мүдде үшін қызмет етіп, болашаққа қазақ елі мәңгілік ел болуына себепші болмақпыз. Құтқару ісі мейірбан жандарға лайық. Менің мамандығым мақтанышым.